Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен қимақтан торт жасайтын боламыз. Торттың корждарын қимақтан құраймыз және оған фисташковый заварной крем даярлайтын боламыз. Торт өте нәзік, өте дәмді болып шығады, сондықтан міндетті түрде осы рецепті пайдалана отырып, сіздер де жасап көріңіздер. Тортқа қажетті ингредиенттерді описаниеде қалдыратын боламын. Алдымен құймақтарды даярлаймыз. Ол үшін ұнға қант пен тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттар біркелкі болып араласу үшін оған венчикті қолдансаңыз болады. Сүтті аздап жылытып аламыз. Осы құрғақ заттарымызға біртіндеп отырып қосамыз. Сүттің бір бөлігін қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан соң екінші бөлігін қосамыз. Осылайша біртіндеп қосу арқылы венчикпен жақсылап араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Егер миксерді қолданар болсаңыз, жылы сүтті құрғақ заттарға бірден құйып, оны миксермен жақсылап араластыруға болады. Осы массамызда ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы сұйық массамызға жұмыртқаны біртіндеп отырып қосамыз. Бір жұмыртқаны қосамыз, одан соң миксермен жақсылап біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа міндетті түрде үй температурасындағы болуы қажет. Осылайша 4 жұмыртқаның барлығын біртіндеп отырып қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы массамыз сұйық сметана секілді болуы қажет. Шамамен 100 граммдай жылы су құйып, миксермен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Соңында осы массамызға 6 ас қасық ерітілген сары май құямыз, жақсылап араластырамыз. Сары май міндетті түрде ыстық болмауы тиіс. Осымен біздің құймақ пісіретін массамыз дайын. Келесі кезекте құймақты пісіретін боламыз. Табаны қыздырып, құймақтың екі жағын айналдыра отырып пісіріп аламыз. Құймақ пісіретін арнайы табаңыз болса, тіптен жақсы. Диаметрі 18 см табаны қолдансаңыз болады. Құймақтар өте дәмді болып шығады, әрі сковородкаға пісірген уақытта ешқандай жабыспайды. Өте ыңғайлы, екі жағы тез ауыстырылады. Осылайша барлық құймақты екі жағын айналдыра отырып пісіріп аламыз. Фисташковый заварной крем даярлаймыз. Ол үшін жұмыртқаға крахмалды және қантты қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Сүтті ыстамыз, бірақ қайнатпаймыз. Осы жұмыртқа қосылған массамызға сүтті аздан қосып отырып, венчикпен үздіксіз араластырамыз. Сүттің шамамен жарты бөлігін қосып, біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Осы массамызды қалған сүтке қосып, венчикпен қант толық ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Қант толық ерігеннен кейін барып, осы массамызды газға қоямыз, қайнатамыз. Қайнағаннан соң газдың отын баяулатамыз. Баяу отта үздіксіз араластырып отырып, әбден қоюландырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай қою заварной крем пайда болуы тиіс. Кремді бір ыдысқа салып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, оны 1 сағатқа морозильникке немесе 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Крем қоюланып, салқын болуы тиіс. Келесі кезекте творожный сырға фисташковый пастаны, сливкиді және сахарный пудраны қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Крем қоюланып, өз формасын жақсы ұстау қажет. Осы массаға суық заварной кремді қосып, барлығын біркелкі болғанға дейін миксермен араластырамыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ, ең бастысы осы крем біркелкі болуы тиіс. Тортты құрардың алдында диаметрі 18 см етіп, барлық құймақтарды бірдей кесіп аламыз. Ол үшін диаметрі 18 см кальцоны форманы қолдансаңыз болады. Тортты осы диаметрі 18 см форманың ішінде құраймыз. Құймақты форманың ішіне орналастырамыз. Оның бетіне 1,5-2 ас қасық крем жағамыз. Үстіне тағы да құймақты орналастырамыз. Осылайша құймақ пен кремді кезектестіре отырып, торттың барлығын құраймыз. Торт биік, дәмді, тойымды болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, даярлап көріңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.